Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы болашаққа жоспар. Және тәрбие сағатымыздың мақсатына тоқталатын болса, болашақ туралы түсінік беру, өз өміріне мақсат қоя білу және сол мақсатқа жету жолдарын үйрету. Әр адам өз болашағын жарқын, жақсы етіп көргісі келеді. Алайда біз болашағымызды өздігінен құра алмаймыз. Біздің қазіргі таңда жасап жатқан іс-әрекеттеріміздің бәрі біздің болашағымыздың айқын көрінісі болып табылады. Мысалға, сіздерге келетін болсақ, сіздер болашақ шектілі мұғалімсіздер. Демек, сіздердің болашақтарыңыз тек қана жеке өмірлеріңізбен ғана байланысты емес, сонымен қатар барлық болашақ келе жатқан өскелең ұрпақтың білім алуымен де тікелей байланысты. Ал бұл сіздер үшін ең үлкен жауапкершілік болып табылады. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз болашаққа жоспар. Жалпы болашаққа жоспар туралы әркімнің түсінігі әртүрлі. Нақтылай айтқанда, болашаққа жоспар ол адамның алдағы өміріне бағытталған маңызды құрал болып табылады. Ол мақсат қою және де оған жету жолдарын анықтауға көмектесетін ең маңызды іс болып табылады. Болашақты жоспарлау өте маңызды, себебі болашақты жоспарлау арқылы біз алдағы өмірге бағыт бере аламыз және де мақсатқа жетуді жеңілдетеміз. Жоспар құру кезеңдері жалпы 5 кезеңнен тұрады. Біріншісі ол мақсатты нақты анықтау кезеңі, екінші кезең қадамдарды жоспарлау, үшіншісі ресурстарды бағалау, төртінші кезең әрекет ету және бесінші кезең нәтижені талдау. Жоспарды жай ғана жоспарлап қоймай, оны тиімді құрастыра білудің де ерекшеліктері бар. Біріншісі ол нақты және түсінікті болады және жоспар қолжетімді, өлшенетін, уақытпен шектелген болады. Болашаққа жоспардың қиындықтары да болады. Олар белгісіздік және де уақыттың жетіспеушілігі жүргізіледі. Олардың шешілу жолдары өз ынталандыру, күн тәртібіне сай жүргізілу және де нақты мақсат қою. Келесі біз осы тақырыпқа байланысты сұрақтарға көшсек, ойынның мақсаты әркім өз ойын айту керек. Бұл жерде дұрыс емес жауап деген жоқ. Бірінші сұрақ: 2035 жылы сабақтардың көбін жасанды интеллект жүргізеді. Сұрақтар: білім сапасына қалай әсер етеді және де адам мұғалім керек пе? Жасаян. 2035 жылы сабақтардың көбін жасанды интеллект жүргізеді деген пікірмен мен келісе алмаймын. Себебі ол жерде біз адамдармен араласу азаяды және эмоциямен адами қасиеттердің әлсіреуіне алып келеді және тағы ол техникалық ақаулар болуы мүмкін. Сол үшін мен бұл пікірмен келісе алмаймын. Мен жасаян пікірмен келіспеймін. Егер де біз жасанды интеллектті қолданатын болсақ, оның артықшылықтары көп болмақ. Яғни оқушы 24/7 оқу мүмкіндігін ала алады және де әрбір балаға жеке бөлінген платформасы болады. Әрі қай жерде отырып қолданса да барлық балаға ыңғайлы. Бізде келесі жағдайда барлық оқу орындары онлайн форматқа көшті. Сұрақ: студенттердің дамуына қалай әсер етеді? Артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? Кім жауап береді? Давайте. Менің ойымша студенттердің дамуына кері әсер етеді, өйткені біз қарым-қатынас орнатуымыз қажет және де онлайн білімнің артықшылығы бұл тек уақыт таңдамайды және де орын таңдамайды, ал кемшілігі қарым-қатынас және де практикалық тапсырмалар бір қауымда орын алу керек деп ойлаймын. Енді үшінші сұрағымызға көшетін болсақ, адамдар қазіргі уақытта телефонсыз өмір сүре алмайды. Сұрақтар: яғни бұл қоғамға қауіпті ме және де шешім қандай болуы мүмкін? Адамның қазіргі уақытта телефонсыз өмір сүруі қиын, себебі қазір онлайн сабақтардың өзі телефон арқылы болады, карта барлығы телефон арқылы болғандықтан қазіргі уақытта қауіпті емес, қауіпті жағдай болып саналады. Мен өз өмірімді алатын болсам, сабақтан тыс уақыт келсе, мен онлайн жұмыс жасаймын. Ол менің уақытымды және де энергиямды көп талап етпейді. Онлайн сабақ Zoom арқылы өтемін. Оның өзі қазіргі заманның плюсы болып табылады. Төртінші жағдаят: ауа мен су қатты ластанған. Сұрақ сіздерге: болашақты сақтау үшін не істеу керек? Қандай іс-шаралар пайдалы болады? Жауап берсем болады ма?
негізінен болашақты сақтау тек мемлекет емес, әр адамның міндеті болып табылады. Және де екінші сұраққа келетін болсақ, қандай іс-шаралар пайдалы болады дегенге, менің ойымша экологиялық акцияларды жиі өткізіп отыру тиімді әрі керек деп ойлаймын. Әркім өз ойларымен бөліскені үшін рахмет. Енді келесі ойынға көшсек. Ал енді келесі ойынға көшетін болсақ, бізде бұл жерде әлемнің картасы тұр. Әркім қайда барғысы келеді, соны осы кнопканы алып, сол жерге тығады. Мысалы, Бразилия. Мен бұл мемлекетті таңдау себебі болашақта жақын болашақ және де көптеген мүмкіндіктер күтеді. Және де маған бұл елдің адамдары өте қатты ұнайды. Олардың мәдениеті және де арақатынасы өте күшті. Келесі тапсырма бізде армандар ағашы деп аталады. Яғни мен қазір сіздерге осы ағаш жапырақтарын тарататын боламын. Сіздер осы жерге өздеріңіздің болашаққа құрған жоспарларыңызды, мақсаттарыңызды жаза кетесіздер. Егер де мен өз кәсібімді ашатын болатын болсам, мен Қазақстанның дамуы үшін немесе Қазақстанды дамыту арқылы кәсіп ашуға тырысамын. Егер мен шетелге оқуға кетсем, онда және Егер мен шетелге оқуға түссем, мен шетелден білімді алып, өздеріме оралып, Қазақстанды дамытуға үлес қосамын. Білім алушылар, келесіде бізде болашаққа хат тапсырмасы, яғни өздеріңізді 5 жылдан кейін қалай көресіздер, сол жайлы жазып кетсеңіздер. Жазамыз және де осы жәшігімізге салайық. Яғни көйлек, мен болашақта өзімнің армандаған көйлегімді алғым келеді. Қызыл диплом, мен өз мамандығымда қызыл дипломға аяқтағым келеді. Права, мен болашақта правамды алып, өзім қалаған жерде саяхаттауға. келесі бізде осы тақырып бойынша сауалнама тапсырмалары. Тақырыбы менің болашаққа жоспарым. Сауалнаманы толтырып, сұрақтарға жауап береміз.
болашаққа жоспар адамның дамуына үлкен әсер етеді, яғни ол жеке тұлғаның қалыптасуына, табысқа жетуіне және де өз орнын табуына көмектеседі. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келсек, болашаққа жоспар дегеніміз бұл біздің болашақтағы табысымыздың негізі болып табылады. Әр адам өз өмірін өзі жоспарлай алуы керек және дұрыс жоспар бұл жарқын болашағымыздың кепілі.